танымал әнші Шахизада Байбатжанова желіде қызу талқыға қалды. Қалың көпшіліктің қызығушылығын өнер иесі жариялаған суреттер тудырған. Онда шоу-бизнес жұлдызы ел назарына сақинасы мен гүл шоғын ұсынған. Желідегілер әртістің тұрмысқа шыққалы жатқанын болжады. Шахизада Байбатжанова өзіне тарту етілген сыйларды көрсетемін деп елдің сөзіне қалды. Желі қолданушылары әншінің сүйіктісі оған үйленуге ұсыныс жасағанын топшылап, оны сұрақтың астына алған. Көпшілік сақина мен гүлшоғын кім сыйлағанын біле алмай әлек болып, қызу талқы тудырды. Олар эстрада жұлдызының өмірінде әлдекім пайда болғанын жарыса жазып, оған үйленуге ұсыныс жасаған болуы мүмкін екенін болжады. Инстаграм желісінде шу тудырған фотолардың астында өнер иесі де екі ойлы жазба қалдырып кеткен. Бүгінгі күн мен үшін ерекше өтті. Тағы күтпеген жерден тосын сый болды. Аллаға шүкір. Әрбір күндеріңіз қуанышқа, махаббатқа, бақытқа толы болсын. Бақытты болыңыздар. Рахмет, деп жазды Шахизада. Әншінің жанкүйерлері аталмыш жазбаның астына жарыса пікір қалдырып, өз болжамдарымен бөлісіп жатты. Құтты болсын, өміріңіз күтпеген тосын сыйларға толы болсын. Тұрмысқа шығайын деп жатыр ма? Ұсыныс жасаған ба? Бақытты болыңыз, сақинаңыз құтты болсын. Сақиналы қылған кім екен? Жүрегінің иесін тапқансыз ғой, кім болды екен? Бақытты болыңыз, тұрмысқа шыққалы жатырсыз ба? Деп жазуда көпшілік. Алайда Шахизаданың өзі жанкүйерлерінің болжамдарына қатысты ресми жауап берген жоқ.